Осыны шын түсінетін болса, қазақтың кім екенін анық таниды. Өзінің шын бауыры қазақ екенін сезінеді. Мысалы, айтып отырмын ғой, қазір Түркістанның айналасындағы өзбектер түгіл, Өзбекстандағы, былайша айтқанда, сол жаңағы қаншама халықтың Нақшбанди тарихатын қабылдау арқылы бүтін халыққа айналып кеткенін дәлелдеп жүру қиын емес. Егер де осыны тікелей зерттейміз дейтін өзбек ғалымдары болса, әйтпесе осыны талқылайық дейтін өзбек ғалымдар болса, мен дайынмын. Себебі біз кеше бір халық, неге біз бүгін екі халық айналдық? Мәдениеті бөлек, тілі, әдет, ғұрып, салт дәстүрі, мәдениеті бөлек, неге бөлек халықтарға айналдық? Осының мәселесінің барлығы астарында яссауи жолынан шегіну жатыр, Құдайдың жолынан шегіну жатыр деген. Мына осы мәселені түсіну керек. Яғни дін бір халықты екіге бөліп отыр ғой. Иә. Сонда сіз былай деп айтасыз. Діннің адамзат тарихындағы орны ерекше. Адамзат қоғамының діннен тыс өмір сүре алмайтындығын көрсетеді дейсіз. Иә. Осы ма сонда? Яғни? Иә. Сен өзің ойлап қара. Егер сен дін болмайтын болса, сен өзіңді өзге, былайша айтқанда, мақлұқтар несінен бөліп алар ма едің? Дін болмаса сен де мақлұқсың ба сонда? Иә.